Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, құрметті біздің тұрақты көрермендеріміз. Бізде бүгін келелі отырыс жобамыздың кезекті сұхбаты кезекті саны өздеріңізге жол тартқалы отыр. Қымбатты көрермендер, бүгін біз осы студиямызда әдеп мәселесі төңірегінде, жалпы мұсылманның әдебі төңірегінде, қоғамдағы қазіргі бір осы тақырып аясында өзекті мәселелер төңірегінде ой өрбітіп, әңгіме пікір алмасатын боламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың арнайы қонағын таныстырып өтейін. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі, сондай-ақ ғұламалар кеңесінің мүшесі және де Балаби қарилар даярлау орталығының директоры, елімізге белгілі ұстазымыз Қуанышбаев Арман Баймаханұлы келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы еттіңіз ба? Альхамдулилля. Бәрекелді. Біз көрермендерімізге айта кетейік, құрметті көрермен, бүгінгі біздің сұхбатымыз ұнаған болса, осы бағдарламамызды алдағы уақытта өздеріңіздің жақындарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер болатынын айта кеткіміз келеді. Арман ұстаз, қош келдіңіз. Тағы да сізді көргенімізге қуаныштымыз. Мынау киелі өлке деп айтып жатамыз, Атырау жеріне қош келдіңіз. Алдымен күні кеше өткен ғұламалар кеңесінің осы кеңестің мүшесі болып сайлануыңызбен, тағайындауыңызбен де құттықтаймыз. Осы елге, жерге, дінге қызмет жасап жатқан қызметтеріңіз берекелі болсын. Енді бүгін біз қазір қоғамда өзекті болып жатқан жалпы әдеп деген мәселені мен бір өзіңіздің арнайы келгеннен кейін ойыңызды, пікіріңізді білсек деп осы жерге келіп отқан жайымыз бар, ниеттеніп. Жалпы енді мына әдеп мәселесі енді айтылып та, жазылып та жүр ғой. Десе де қоғамда қазір көріп жатамыз, әсіресе тіпті өзіміз мұсылмандардың арасында да кейбір осы әдеп деген ұғымға дұрыс мән бермей, салғырт қарап, кейде қаншама білім иесі болса да бір өзіміздің бір кемшін тұстарымызды көрсетіп қалып жатамыз. Жалпы осы орайда осы бір әдеп мәселесіне бір тоқталып кетсеңіз, жалпы мұсылманның әдептері, әдеттері, оның бойынан табылу қасиеттер қандай болу керек? Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатуху. Жылы лебіздеріңізге, тілектеріңізге Алла разы болсын. Енді сұрақ негізі өте қатты жалпы қойылған сияқты көрінеді. Өйткені мұсылманның әдебі қандай болу керек дегенде, егер енді жұмсақ жауап бергеннің өзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсеткендей болу керек дер едім. Ол кісінің өзінен үлкенмен, өзінен кішіменен, басқамен араласқандағы сөйлеу мәдениеті, өзін ұстау мәдениеті деген дүниелерге ол кісі қатты көңіл бөлетін. Тіпті жұрттың алдында сөз сөйлеу, өзін ұстай алу, мәміле, жанұядағы, сырттағы, іштегі, мысалы діндар бауырларының арасындағы, өзге дін өкілдерінің арасындағы мәмілелер, бұның барлығында бір қалыптылық. Одан бөлек кісі ақысын жемеу, әркімге өз ақысын беру, шыншылдық, аманатшылдық деген сияқты қасиеттер бұл кісіде белең алатын. Біз әлбетте осы нәрседен көп үлгі алуымыз қажет. Яғни мұсылман баласы үшін жаңа Алла елшісінің өмірі үлгі дейсіз ғой. Енді ұстаз, жалпы қазір әлеуметтік желі бар, қоғам бар, жақсы технологияның дамыған заманы. Кез келген адам әлеуметтік желіде отырады, сол жерде білсін білмесін өзінің пікірін айтып қалуға, немесе ойындағысын айтып қалуға бір сондай бір құмар болып кетті дейміз ба, немесе әдет болып кетті дейміз ба, сондай бір шақта өмір сүріп жатырмыз ғой қазір. Мына осы әлеуметтік желідегі негізгі әдептер жалпы қандай болу керек? Соған бір өзіңіз ойыңызды білдірсеңіз. Қазіргі кезде адамдар енді әлеуметтік желіде өмір сүреді, көпшілігі. Оның бір қызық жері, мен жанымда достарым бар, бірақ мен жалғызбын деген пікірді алып келеді. Өйткені мысалы әлеуметтік желіде қарасаңыз, енді қанша адам сіздің досыңыз, қанша адам сізге белгі қойып лайк басады, немесе жаңағыдай бірге дос болып араласып жүресіз де, шынайы өмірге келген кезінде сол достардың бірі де табылмай қалады. Осындай бір қателіктер болып жатады. Кейбір адамдар сол әлеуметтік желіге кіріп кеткен сонша өзін өзге бір әлеуметтік желідегі атақты адамдармен салыстырады. Мысалы бір белгілі бір дене пішімі болу керек деп
мысалы қыз балалар өзінің ернін ісіріп, қасын қалыңдатып, құлағын басқаша қылып, мысалы шашын көкке, сарыға, қызылға бояп жататыны, мен ол бояуда тұрған немесе сырғада тұрған, басқада тұрған әңгіме емес, өзгеге ұқсағысы келуден. Соны мен таң қаламын да, адам бірінші орында өзімен өзін салыстыру керек. Мысалы мен кеше қандай едім, бүгін қандаймын, мен алға қойған өмірдегі мақсатыма қалай жақындадым деген сияқты болса, ол бөлек еді. Яғни өзінің индивид, яғни өзінің бір жеке пікірі, өзінің жеке бір киім кию әдісімен жүру тұру әдісі болса, онда бір әңгіме бөлек еді. Дегенменен қазіргі кезде сол әлеуметтік желіде біріншіден өзінің өмірін жоғалту және өзінің пікірін, өзінің талғамын жоғалту белең алып кетті. Ал енді жалпы әдепке қарайтын болсақ, бірінші орында сөйлей білу, дұрыс сөйлей білу, ойындағысын, мысалы өз басым білем, енді соцсет дейміз ғой, енді сол әлеуметтік желіде өзімізде отырамыз, сол кезде көп адамдардан байқаймын, бір нәрсені айтып қалады, сосын айтқан сөзінен өзіне қайтарып берсеңіз, мен негізі ойымды айта салған едім дейді. Жоқ, негізі ойын айтқан жоқ ол кісі, аузына келгенін айта салды. Екеуі екі түрлі дүние. Егер оны ойланып сөйлегенде, ол өз жауабын білер еді, біріншіден. Екіншіден, мына адамда қазіргі әлеуметтік желінің бір қызық жері, мынау TikTok сияқты желілердің бір қызық жері, адамның ойлау қабілетін азайтып тастаған. 1 минуттық, 30 секундтық, 15 секундтық шейін қысқартып тастады. Егер одан ұзаса, ол кісі ойлана алмайды. Сол үшін қазір ойына не келеді, соны айтып салады да, мен ойландым деп ойлайды. Бірақ егер ол кісі өзінің ойлануына, сөзін таразылауға кішкентай өзі уақыт бөлсе, әлгі айтпақшы болған сөздің жауабы өзінен де табылар еді. Ол сұрақтың артық екенін өзі де түсінер еді. Айтпағым, әлеуметтік желіде бірінші орында өзіңді өзгемен салыстырма, екінші орында сөйлеу мәдениетін дұрыс ұстанған жақсы, үшінші орында өзіңе де жалпы енді жаңа қысқа деп айтып қалдыңыз ғой, қысқа ақпаратта жалпы сол 1 минуттың ішінде адам өзінің ойын толық жеткізу, ашып беру мүмкін бе? Жалпы ол мүмкін нәрсе ма негізінде? Бұл екі жақтық сұрақ. Негізі қазіргі мынау жарнама агенттіктері немесе жарнама білімінде адамдар өзін ұсынған кезде, мысалы жұмысқа немесе бір зат сатқыңыз келсе, немесе өзіңіздің бір қызметіңізді сатқыңыз келсе, арасында да алғашқы біреулер 5 секунд, біреулер 15 секунд дейді. Сол кезде сіз ұстап қала аласыз. Егер сол кезде өзіңізді ұстап қалмасаңыз, адамның көңілін, онда басқа уақытта қарата алмайсыз, керек сөзіңізді айта алмайсыз дейді. Міне сол жағынан бұл әлеуметтік желі бірінші орында осы 15 секундтыққа арнағаны содан. Яғни қатты қаратпа сөздер, жарқыраған, жаңа өзіне қарататын ойлар. Бірақ содан кейін барып өзінің ұсынбақшы болған нәрсесін ұсынады. Және де осы 1 минуттық деген нәрсе бірінші орында бұл бизнестен келіп шыққан дүние. Негіз бір затты сату, қызметті сатудан келіп шықты. Осы желілердің түпкі мәні де сол еді. Дегенменен халық бұны қызыққа да, ойын сауыққа да, тіпті күнделікті тіршілікке де қолданып кетті. Сол үшін, яғни сол 1 минуттың ішінде керек ойды жеткізу мүмкін бе десе, иә, егер жақсы ұйымдасқан нәрсе болса, сол ойдың бір маңызды бөлігін, немесе не демекші болған бір ишараны жеткізуге болады. Дегенменен ойды толыққанды бітіріп, мысалы бастап, оны дамытып, оны аяғын бітіру мүмкін емес дүние. Әйтсе де не айтқысы келгенін, немесе қай жерде ишарасы бар екенін, түпкі нәрсесін жеткізуге болады. Түсінуге болады дейсіз ғой мақсатын. Иә. Енді жалпы әлеуметтік желі деп айтып жатырмыз ғой, десе де қазір қоғамда осы әсіресе мына дін мәселесіне келген кезде, мына дін мамандары, яғни имам ұстаздардан да насихаттарынан бөлек, дінге қатысы жоқ, жалпы қарапайым немесе басқа саланың адамдары да осы жалпы жаңа контент
жинаймын деп, немесе басқа да осы әлеуметтік желіде өзінің пікірін, яғни діни пікірін, көзқарасын айтып қалып жатады. Бұл жалпы қаншалықты дұрыс, немесе қаншалықты бұрыс, және қоғамға тигізетін зардаптар, зияндары қандай жалпы? Өзіңіз айтпақшы, осы діни контентті мәселесін мен бір екі нүктеменен айтқым келеді. Біріншіден, бұл дінді оңай деп түсіну, және де жұрттар айтып атқанды мен айтсам жұрттар маған қарайды деп, оған қатты білімнің қажеті жоқ деп соншалықты көзқараста болуы. Бір қызық жері, осы дінге деген құрметсіздік дейміз бе бұны, әлде дінге деген жеңілтек қарау дейміз бе? Себебін айтайыншы. Қазіргі кезде байқайсыз ба, журналистер, одан бөлек басқа мамандар, мысалы тіл маманы, филологтар, блогерді мамандық деп есептемеймін өз басым. Филологтар, тарихшылар, немесе бір қандай да бір мамандық егелері дінді талқылаған жақсы көріп кетті интернетте. Филологияда отырып алады да, Алла деген жақсы ма, Аллах деген жақсы ма? Сосын бір тарихшы келеді да, біздің дінімізде тақия киген, біздің дінімізде тақия кимеген дейді. Бір филолог келеді, тағы бір нәрсені айтады. Бір басқа деген. Шын мәнінде, мысалы, сол сөйлеп атқан адамдарды химия туралы сөйлеңдерші деп айтыңызшы. Химия өнеркәсібі туралы айтыңыздаршы деп айтыңызшы, сол жерде таусылады. Мысалы, физикалық бір, квантовый физика туралы сөйлеңіз деңізші, сол жерде тоқтайды. Неге? Өйткені ол жерде өзінің маман емес екенін түсінеді. Ал енді дін дәл сондай дүние негізі. Бұл жерде адам 5 жылдап кемінде бакалавр алады, одан кейін тағы да 2 жыл, 3 жыл оқып магистр алады, одан кейін тағы 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл оқып докторантура алады. Соның өзі доктор, бұл оңайлатылған жолы. Ал енді бабаларымыз кезінде мына Бұхарада 20 жылдап, 30 жылдап оқыған. Осыны халық, көпшілік халыққа бір қандай да бір себептерменен оңай қылып түсіндіріп қойған. Сол үшін көшедегі таксистте, базардағы арбакеште дін туралы бір имамды бір жерде қателесіп қойса, менің ойымша бұл имам қате айтты. Сен базарда арба итересің, негізі. Жоғары білімің жоқ. Сен бір медресе тамам қылмадың. Құраннан пәлен сүре білмейсің. Оны қайдан ғана дұрыс емесін білдің. Мысалда, дін, адамдар, біздің бабаларымыз 20 жыл, 30 жылдап білім алған. Ол жерде білім егелері ғана сөйлеу керек еді. Рас, қателік бар ма? Оған оның қателігін діни маман адам ғана түзетсін. Нақты діни кітаптар бойынша, діни баптар бойынша түзетсе болады. Ал енді сол діни пікірдің біздің қоғамға келіп атқан, мысалы бір қандай да бір әсерін дұрыс жеткізе білу керек еді. Мысалы айтайық, мына кісі осындай діни пікір айтты, бірақ біздің қоғамда бұны қабылдамайды. Себебі мынандай нәрсе бізде бар, біздің дәстүріміз былай деп айтса түсініктірақ еді. Бірақ халық оны дұрыс жеткізе алмайды. Біріншіден, екіншіден, кейбір адамдар сол жерде, өзіңіз айтпақшы, блогер немесе психолог болып алады да, ортасына мына дұғаны айтыңыздар, пайғамбарымыздан мынандай әдемі дұға келген, мынандай хадис келген, ол хадистің түбін білмейді. Ол сахих па, ол айтуға бола ма, оның ар жағы бар ма, бер жағы бар ма, білмейді. Тіпті мысалы Алла тағаланың 99 есім бар, соның пәлен есімін 1000 рет айтсаң осындай екен деп біреулер шығады. Бірақ шындап келгенде дін маманы не дейді оған? Оның дінде орны бар ма? Дәл сондай айту діни пікір бойынша, шариғатымыз бойынша қалай? Оны ұқпайды, бірден айта береді. Расында да бұның барлығы біріншіден діни сауатсыздық, екіншіден дін бұзарлық. Бұл біздің асыл дінімізді негізі төмендету, оған жеңілтек қарау. Бұның әсері қайда барады енді? Бұның әсері біріншіден жоғарыда айтқанда дін бұзарлыққа барады. Сол үшін кейбір адамдар, мысалы, дін ұстанғанда мен дін ұстандым деп өзін көрсетеді да, сөйтеді де қоғамға өзі діндар болып көрінеді, бірақ діннен дымы жоқ.
сөйтіп өзінің жаңағыдегі кезінде дау шықты ғой, алаяқтық, дін ұстанғандар деген дау шықты. Тура сол дауға өзі ілінеді. Ал бірақ шындап соны зерттесеңіз, ол Құдай біледі, намазда оқымауы мүмкін, сақал қоюы мүмкін, бірақ намазда жоқ. Мешітке мүлде бармауы мүмкін. Немесе енді дін бастап жүрген азамат, немесе діни мектепті мүлде көрмеген адам болуы мүмкін. Дін ұстазынан бір кітапты бүтін оқып шықпаған, әр жерден түртіп, интернеттен түртіп алып өзін діндар қылып жүрген адам болуы мүмкін. Қай халде де бұл адамның жеке адами қателігі. Дегенменен жаңа жоғарыда айтқандай, дінді жеңілтек қарау, оның ішінде сауатсыздық жасаудың әсерінен міне осындай қоғамға қазір дін ұстанған адамдар алаяқ, дін ұстанған адамдар әдепсіз, дін ұстанған адамдар ондай мұндай деген сөздер тарқалып кетті. Бұның себептерінің бірі осы дінімізге сауатсыз қарау, әдепсіз көңіл бөлу және немқұрайдылық. Міне осы себептер белең алды. Жалпы енді осындай қоғамда болып жатқан, осындай жалпы аузына келгенін айта береді дейтіндерге жалпы қандай да бір шара немесе бір шаралары қолданылу керек пе, жалпы қалай ойлайсыз? Иә, оған біздің қазіргі дін мәселелері бойынша да заңымызда бар. Жақында ол заң қайта жаңарып жатыр. Өзінің қолында діни құжаты болмаған азамат дін туралы уағыз айтуға құқығы жоқ, шақыруға. Бірақ кейбір азаматтарымыз мысалы ешқандай рұқсатсыз, өзінде құжаты да жоқ, діни бітірген мамандығы да жоқ, әр жерде айтып жатыр. Бұны расында да мемлекетіміз қолға алып жатыр, түрткілеп жатыр. Әйтсе де енді халық ішінде дау шықпас үшін жеңіл қарауда. Дегенменен бұл заң қайттан қаралып жатыр жақында. Ал енді жалпы халыққа айтатынымыз, біздің асыл дінімізге құрмет болу керек. Оны дін мамандарына сөз сөйлеуге рұқсат беруіміз керек. Өйткені халықта сөз бар, шымшық сойса да қасапшы сойсын деген. Бұл дін көшеде арба итеріп жүріп, интернеттен көріп алып оқитын дін емес. Бабаларымыз, мысалы, қанша аталарымызды, мысалы, Бекет ата сияқты, Ахмет Яссауи атамыз сияқты, ол кісілерді, мысалы, жұрттар қадірін әлі күнге дейін біледі. Бірақ бұл кісілер көшеде, жаңағыдегі саудада, базарда тұрып, радио естіп, немесе бір адамдардың өсекшілердің өсегінен тартып алып, дін осылай екен ғой деп, жұртқа дінді жайып аты шыққан азаматтар емес. Бұлар қадімгі дінге өзінің өмірін арнаған. 20 жылдап, 30 жылдап, 50 жылдап өмірін соған құрбан қылып, артына хикмет қалдырған азаматтар. Сондықтан дін бұл жоғарыда айтқанымыздай кішкентай кітапшалар, немесе интернеттегі видеороликтер, аудиороликтер арқылы маман болатын дүние емес екендігін дұрыс түсінсек. Өте жақсы түсінікті. Енді бір соңғы сауалдардың бірі болсын, жалпы әдеп туралы сөз қозғалған кезде тәрбие деген ұғым бар қазақта. Айтады ғой, бірінші білімнен бұрын тәрбие берілу керек деп, тәрбиесі берілген білім адамзаттың жауы деп. Жалпы мынау енді қазір ақпараттар тасқыны, жаһандану деп айтып жатамыз, дамыған кезең. Осы орайда жалпы кейбір мына өзіміздің дәстүрімізде, жалпы танымымызда, дінімізде жоқ дүниелерді әсіресе жастар арасында кең насихаттау белең алып жатқанын көреміз. Мына батысқа еліктейді, басқа да дүниелерге еліктейді. Мына біздің кейбір батыстың біздің тіпті дәстүрімізге шықайнаса да сорпасы қосылмайтын жаңағы мейрамдарын тойлап жатады, жаңағы Хэллоуин дейді, немесе басқа дейді тағы да. Жалпы осы дүниелер жалпы қазір жаһандану деп өзіміздің бір ұлттық құндылықтарымыздан, өзіміздің салт санамыздан бір ажырап бара жатқан жоқпыз ба? Қалай ойлайсыз? Жалпы бұның зардаптары немесе жаңа дұрыс тұстары қандай? Кейбіреулер айтып жатыр, енді батыстың технологиясын есіне алу керек, бірақ салт дәстүрі санасы керек емес деген сияқты. Осы орайда өзіңіздің пікіріңізді білдіріп кетсеңіз. Енді жеке пікірім, әр халықтың өзінің дәмі, өзінің реңі болады. Оған жылдап сол халықтың басынан өткен тағдыры, өмірден көрген түйгені, сол елімізге, жұртымызға қызмет қылған үлкен білімді, ойшыл азаматтардың қалдырған іздері әсер етеді. Міне осындай әсерлердің себебінен біздің халқымыз, қазақ халқының өзінде де бір өзіндік ерекшелігі бар. Және бұл
барлық салада сақталған дұрыс деп ойлаймын. Иә, технология, ғылым, білім, қазіргі инновация дамуларында ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ бір қызық дүние бар. Неге сол инновация, техника тілін қазақ тіліне ауыстырмасқа? Неге мысалы қазіргі кезде жұрттарды, мысалы да қазір сондай тенденция кетіп жатыр. Араб құлдар деген, мешітке тиісіп жатыр. Сендер мешітте неге технология, инновацияны айтпайсыңдар дейді. Ол мешітке келмейтін адамның сөзі. Біріншіден, мешітте ғылым, білім туралы, кәсіп туралы, адалдық туралы, жалпы өмірдегі діни де, ұлттық та құндылықтар туралы көп айтылады. Бірақ сол мешітке келмейтін қауымның жай ғана бұл сөзі, біріншіден. Екіншіден, неге ғылым, білім, инновацияға тек қана намаз оқитын мешіттегі имамдар айналысу керек екен? Мен сонда таңым бар. Әлде мешіттің имамы завод ашу керек пе екен? Әлде мешіттің имамы үстінде шапаны, басында сәлдесіменен енді ғарышқа ұшу керек пе екен? Басқа адамдар қайда жатыр? Мысалы айтайық, жалпы санасақ, Қазақстанда 4000 мешіт бар. Үлкейтіп санасақ. Сол 4000 мешітте орта есеппен бір келгенде 70 адам, 100 адам келеді. Бәрінен бірақ шағып тастайықшы, үлкен аз келетін, көп келетін. 100 адам келеді десеңіз, 4000-ға 100-ді көбейтсеңіз, кішкентай ғана ақша не шығады, халық шығады. Ал енді 20 миллион халықтың ол бір қандайды бір бұрышы ғана. Сонда бүкіл 20 миллион халықтың алдында сол 4000 мешіттің жамағаты ғарышқа ұшу керек, завод, фабрика ашу керек, инновация, ғылым, білім көтеру керек. Соның бәрімен айналысу керек та, қалған 20 миллион халықтың 15 миллионы соны қарап отыру керек екен. Мен соған таңым бар. Неге мешітке кіріп, сол имамның сөзін, сол айтқан адам өзі тыңдамайды? Бұл жерде не айтып жатыр екен бұл кісі? Деп. Ол бір. Екіншіден, жалпы ұсыныстарым, жеке ұсынысым, біздің Қазақстанда техника тілін қазақ тіліне ауыстырғанымыз қажет. Техника тілін қазақ тіліне ауыстырмай, біздің инновациямыз, ғылым, білімімізде ақсай береді. Мен жеке пікірім бірақ. Екіншіден, оның дінге ешқандай қатысы жоқ. Дәлел, оған дәлелім. Кешегі 60-шы жылға шейін мына батыс, біз ақыры батысқа қатты қарап өстік ба? Онда батысты дұрыс түсіне білейік. Кешегі 60-шы жылға шейін батыс қатты өнеркәсіппенен, технология, инновацияға қатты көңіл бөлді да, бір тоқырауға ұшырады. Тоқырауы сол болды, адамдар қуыс кеуде жан болып қалды. Тек ақша табады. Тіпті байлардың өздері, егер байқасаңыз, киноларда да бар, үлкен кітаптарда да, тарихи мемуар мен очерктерде де тұр. Сол 60-шы жылға шейінгі көп байлар бандиттен айырмашылығы болмай қалды дейді. Қылмысты да жасай салады ақша табу үшін. Адамның үстінен аттап та кете береді, тағдырынан, қақысынан, бәрінен өтіп кете береді. Яғни көшедегі бандит кім? Бизнес жасап атқан азамат кім? Екеуі бір болып қалды дейді. Содан 60-шы жылдары бизнес тренингтің жаңа дәстүрі шықты. Бизнес бұл бірінші орында сенің жан дүниең, сенің ішкі махаббатың, сен әлемге беретін жүрегіңдегі бір сыр деп бизнесті басқашалай айтты. Яғни мақсат ақша табу емес екен. Мақсат жүрегіңдегі махаббатты елге бөлісу деп пікірді өзгертті да адамның ішкі жүрегіне көңіл бөлді. Бірақ енді батыс діннен қорқып қалды. Өйткені батыстағы діндер, христиан діні, мұсылман емес, христиан діні сияқты басқа діндер Николай Коперник, Галилео сияқты азаматтарды өлтірді. Таза ғылыми нәрсеге қарсы шықты. Бұл тарихмен, енді бір дінді жамандағаным емес, бұл тарихты айтып жатырмын. Ислам дінінде ешқашан бір азаматты діни пікір, ғылыми пікір үшін өлтірген емес. Ибн Сина бізден шықты, Ұлықбек бізден шықты, Харазми бізден шықты, Ибн Халдун бізден шықты. Алғашқы картографиялар, алғашқы механика білімдері, алгебра, медицина, бәрі исламның
әлемге берген жемісі. Айтпағым, дін біздің, әсіресе ислам діні, ешқашан ғылым білімге қарсы емес. Бұл тарихты қарасаңыз 100% білесіз. Тарихқа көңіл бөліңіз. Батысқа көңіл бөлсеңіз, дінсіз қазір бизнесмендер, дінсіз ойшыл азаматтар өте аз. Қолмен санайтын азаматтар өте аз. Көпшілігі дінін ұстанады. Тіпті Европадағы ең қатты дамыған мемлекет ол Германия болса, Алмания. Сол Алмания мемлекетін басқарып отқан партия христиан партиясы, діни партия, қызығы. Неге? Өйткені жүректің рухсыз, адамның ділісіз, тілі де, тірлігі де дамымайды. Қорытып айтқым келгені, біздің қазақ осы қараханиттер дәуірінен мемлекеттік дін болып қалыптасқан осы ислам діні. Бабаларымыз жүрегіне Құранды қысып, жастығының астына қойып, есігінің төріне қойып, баласы жыласа, соны бүкіл қызықшылығы мен қайғысы осының жанында, осы Құранның жанында өткізген халықпыз. Біздің жүрегімізге, дәстүрімізге бұл дін сіңіп кетті. Тіпті қазақ деген нәрсені, соның бүкіл дәстүрін алсаңыз ше, мен соның барлық дәстүрінің барлығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте мысал келтіріп бере алар едім. Бұл жіті соншалықты араласып кеткен дүние. Сол үшін айтатыным, біріншіден дін, инновация, ғылым білімге қарсы емес. Ал енді сырттан келген инновация, ғылым білімді біз игеруіміз, оны алуымыз керек, оны одан да ары қарай дамытуымыз да керек. Дегенменен сырттан келіп жатқан жұқпалы түрлі мінездер, біздің халқымызға тән емес дәстүрлер, біздің халқымызға реңімізге дұрыс келмейтін діндер, өзге нәрселердің барлығын сыртқа қойғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Өте жақсы, керемет. Арман Баймаханұлы, жалпы уақыт бөлгеніңізге, өзіңіздің ой пікіріңізбен бөліп жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Енді бұл тақырып ауқымы кең десе де, уақытымыздың шектеулігіне байланысты осы студиямызға келіп өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Енді бізді көріп отқан көрермендерге айтар бір тілегіңіз, Атырау жұртшылығына айтар лебізіңіз болса білдірсеңіз болады. Қош көрдік тағы да. Бір айта кететін, осы тыңдарман қауымға айтатыным, құрметті бауырлар, қазақылығымызды сақтап қалсақ екен, бабаларымыздан қалған мирасымызды, яғни салт дәстүрімізді, тілімізді, дінімізді сақтап, оны жақсылыққа қарай дамытсақ екен, осы қазақылығымыздың ішінде ғылым, білім, жаңалыққа да көңіл бөліп, шамамыз жеткенше, уақытымызды бекер құртпастан, шамамыз жеткенше салауатты өмір салтын сүріп, өмірге дұрыс салауатты мақсат қойып, және сол мақсатқа күнделікті жарты қадам болса да қимылдасақ екен деген ниетім бар. Әмин, рахмет тілегіңізге, ниетіңізге. Алла тағала осы жасап жатқан дін жолындағы еліміздің игілігі үшін жасап жатқан қызметтеріңізді сауаптан берекелі, қайырлы қылсын деп тілек білдіреміз. Отбасыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Санаулы сағаттарыңыз, санаулы минуттарыңызды мәнді, сәнді ғибратқа толы өткізіңіздер деп тілек білдіреміз. Бүгінгі хабарымыз ұнаса, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі хабарымызда жүздескенше аман сау болыңыздар.